Армысыздар, құрметті ой толғам хабарының көрермендері. Әдеттегідей бүгін сіздермен ой толғам хабары эфирдің қонағы айтыстың ақтаңгері Айбек Қалиев. Қазір Айбек ағамыз эфирге қосылатын болады. Біз күнделікті хабарымызды жүргізіп келеміз. Осы қазаққа белгілі, республикамызға, жан-жақтарға белгілі танымал ақындармен өтіп отыратын сұхбаттар. Осы сұхбат күнде сағат 18:00-де эфирге шығып отыратын болады. Соны бірге тамашалайық, бірге өткізейік. Күндегі меймандарымыздың орамды ойларын тыңдау үшін өзге тыңдағысы келетін ағайындар бар, хабар жетпей жатқан, сол кісілерге таратып отырыңыздар. Ол үшін Ақтөбе мәдениет парақшасына тіркеліп, сол арқылы қарауға болады. Қазір Айбек ағамыз байланысқа шығады. Сосын әңгімелесеміз. Бақытты бол, жақсымыз. Мен Ақтөбедемін. Ақтөбе қаласында. Айбек аға шықпай жатыр ғой байланысқа. Айбек аға қайдасыз? Айбек аға қоятын сұрақтарыңыз болса даярлап отырыңыздар. Мен сіздердің сұрақтарыңызды осы жерде оқып беретін боламын. Бірақ өзекті, маңызды, салмағы бар сұрақтардан қойсаңыздар. Ақындықты мен 8-ші класс оқып жүргенімде бастағам. Мектепте оқимын. 99 жылы болу керек. 99 жылы. Ұлттық тарих жылы болды. Ұрпақтар сабақтастығы сол жыл. Ең бірінші оқушылардың айтысы ұйымдастырылды. Соған қатыстым ауданда. Оны жеңіп алып облысқа келдім, Ақтөбеге. Облыстан бас бәйгесін алдым. Менің соны ең алғашқы қадам сол 8-ші классымда басталды. 99 жылы. 1999 жылы. Қазір Айбек ағамыз қайықта? Қосылмай жатыр ғой. Асыға күтудеміз. Ең алғашқы айтысқан айтыскерім
оқушы болып ұмытып қалдым ауданда. Айбек аға қазір кіру керек. Кіреді қазір Айбек аға. Күтіп отырмыз. Құда өткендей. Міне Айбек аға келді. Ассалаумағалейкум Айбек аға. Уағалейкум Маратжан. Ал қош келдіңіз хабарымызға. Рахмет уақыт бөліп келгенімізге. Біраз күтіп қалдық көрермендер. Айбек аға қайда деп тынымсызданып жатыр. Қосылсыншы деп. Жағдайыңыз қалай, жақсы ма аға? Шүкір. Мына Инстаграм дегенді онша көп айналыспаймын да, сол қалай кіріп, қалай шығуын білмей жатырмын ғой. Әйтеуір қосылдық қой. Сәл бүйтіп алшақтатып отырсаңыз, экранда кеңінен көрінеді. Bir жерге қойып алсаңыз, қозғалмайтын жерге. Мынау көрермендерден алдын ала кешірім сұрап қояйын, Маратжан. Таңертеңнен бері үйіміздің электр желісінде бір авария болып, таңертеңнен бері жарық жоқ. Сосын мынау терезені сағалап жарық жерге келіп отырған түрім осы. Иә. Ал енді аға, бастайық әңгімені. Бүгінгі ой толғам хабарының қонағы қазақ айтыстың жарық жұлдызы, асан қайғысы айтыстың ақтаңгері Айбек Қалиев ағамыз. Аға, сізге айтыстың абызы Жүрсін Ерман көкеміздің арнаған өлеңі бар, сонымен бастайын аға. Ақылман ақын едің, бай көңілің, айтысты не қыламыз Айбегінім. Сес көрсетіп сұрланған бұл биліктің көңілінен шығамыз Қайбегінің. Серттей сөзің жеткенмен әр ауылға, жауығатын жандар көп жар ауылға. Бәйтеректің басында мерген отыр, әр сөзіңді ілдіріп қарауылға. Заман ақыр етпеді мұңды күмді, көріп жүрміз қулықпен сұмдығыңды. Ертеңіміз не болар деп жасқанбай, айтып жүрсің алашқа шындығыңды. Айтып жүрсің айтыста ғажаптарды, таң атуға дейсің сен азақ қалды. Құлағының түбінен мылтық атып оятумен келесің қазақтарды. Оянбайды ұйқыдан бешел қоғам, дарытыпты жазылмас кесел доған. Балтырыңды тістелеп шәуілдейді, ит қалды ма ақыннан өш алмаған. Айтысыңды жіліктеп бұтарлаған, бұл қоғамда қылыш жоқ жұқармаған. Абылайхан сөзіне қонақ берген сенен гөрі бақытты бұхар бабаң. Аяр заман бітіріп ақшаға бақ, жүректерге қанжарын жатса қадап. Жүрегінің түгі бар болмаса егер, айтар ма едің қасқайып патшаға дат. Сыртымыздан қарайды ел бақылап, саңырауға сөзің қор жеңді ақымақ. 20 жыл тауымыз шағылмаған. Сен де ақымақ Айбекжан, мен де ақымақ. Сөз сүйектен деушеді өнер қаннан. Үміт үзбей келеміз келер таңнан. Сен арқаңнан қағармын мен өлгенше, қағатын жан бар мекен мен арқаңнан деген екен. Бұл енді Жүрсін Ерман көкеміздің сізге берген бағасы, сізге деген көңілі аға. Сіз патшаға дат айтқан ақын ретінде ел көңілінде қалған ақынсыз, әлі де елдің көңілінен, көзінен кете қойған жоқсыз. Есіліп тұр ма аға? Өкінішке орай ажырап кетті. Қазір ағамыз қайттан қосылу керек.
Енді интернет желісі нашар, ауылды айтпай-ақ қояйық, қаланың орталықтарының өзінде нашар. Сосын Айбек ағамыз айтқан, сол таңертең бері үйде свет жоқ, үйдің қасында бір авария болған, соған байланысты жұмыс жасап жатыр. Кешке дейін жанады жағып едім, жанбады деді. Үйде Wi-Fi да істемей тұр дейді. Енді Арқалық қаласында ол жерде іштерде қаншалықты істеп тұрғанын білмеймін. Айбек аға бір кіріп шығып кетті. Ассалаумағалейкум, Мейрамбек аға. Бір кіріп шығып кетті. Бана айтып жатқан телефонында аса қуаты мықты емес еді. Бүгін свет болмағасын. Зарядтап, толық зарядтап үлгермедім деп. Бәлкім телефон отырып қалды ма екен. Күтейік ағамызды. Болмаса маған деген сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер, әңгіме айтайық. Айбек ағамыз қосылғанша. Айбек аға қосылып жатыр. Айтыскермін мен. Айбек аға, свет жанды ма? Ау, Свет жанды ма аға? жанды. Ай, бәрекелді. Аха, зарядыңызды дайындап қойдыңыз ғой. Зарядыңызды дайындап қойдыңыз аға. Ай, бәрекелді, жақсы болған екен. Иә. Дұрыс. Қуаныштымыз аға, уайымдап жатыр едік, жаңағы телефон отырып қалып, енді шықпай қалам екен деп. Жоқ, шықтық міне. Аха. Ал емен жарқын асықпай әңгімелесеміз. Ал жаңадан қосылған көрермендер болатын болса, ой толған хабарында айтыстың ақтаңгері Айбек Қалиев ағамыз қонақта. Ал аға, сіз туралы жаңа өлеңді оқыдық. Жүрсін Ерман көкеміздің сізге берген бағасы, сізге деген көңілі осы өлеңнің ішінде бар сайрап көрініп тұр. Енді сіз патшаға дат айтқан ақын ретінде елдің көңілінде қалған ақынсыз. Осы сіздің шындық айту сахнадағы образыңыз ба, әлде шынымен өмірде де ұстанымыңыз сондай ма? Осыдан бастайықшы әңгімені аға. Енді қалай айтсақ болады? Өмірдегі ұстаным әділеттің жолы ғой. Мен әуелі осы айтыста сондай елдің проблемалық мәселелерін айтуға әкеліп соққан, менің айтысқа енді қадам басқан кезінде мен өзім туып өскен Торғай облысының жабылып, Торғайдың жұрты Қостанай мен Ақмола облысына, Астананың маңайына үдере көшіп, сол кездегі елдің әлеуметтік жағдайының тым төмендеп кетуі, мен соны жоғарғы жаққа жеткізгім келіп, айтысқа енді қадам басқан кезде осы Торғай халқының мұң-мұқтажын жеткізем деп содан бастадым. Одан кейін енді шамалы есейгеннен кейін бүкіл жалпы қазақтың ойында жүрген мәселелерді жоғарыға жеткізуді өзіме мақсат қылып қойдым. Айтыстағы негізгі мақсатым да айтысқа бір елдің көкейінде жүрген мәселені кез келген бір айтысқа алып шығу мақсатымен осындай имидж қалыптасты ғой енді халықтың арасында. Ал енді ондай мәселені айтып шықпасам, жұртқа тіпті мен ештеңе айтпаған болып көрініп, жаңағы
жанымда жүрген жанашыр көрермендерім тіппен таза. Ана кейбір айтыстар болады. Тоқтап қалды ма? Қалжың жазып айтсам, Айбек түк айтпадың ғой деген сияқты әңгімелер айтады. Сондықтан да мен әрбір айтысқа елдің көкейінде жүрген бір мәселені алып шыққанды жөн көремін. Содан кейін осындай қалыптасты, имиджім, стилім қалыптасты. Не осы? Енді сіз осы өмірде де осы шындық ұстанған деп айтып отырсыз. Енді сөзіңізді қаншалықты өткізе алдыңыз, былайғы айтыстың өзінде де кейбір жандарға осы көріп тұрған шындықты айтып жеткізіп, бір жоғары тарапта қаншалықты сөзіңізді өткізе алдыңыз елдік тұрғыда? Өзіңізді бақытты ақын санайсыз ба? Енді өкінішке орай көптеген жалпы бір ғана мәселе емес, елдің ойында көп мәселе жүр ғой, оның барлығын сол сахнаға айтып шыққаннан оның бәрі орындалып жатыр десек, оның бәрі өтірік болады. Айтылған сөз жерінде қалып кеткен жағдайлар өте көп. Бірақ нәрседе, Маратжан, жаңағы қазанның бетін жауып қойып қайната берсең, ішіндегі буы бұрқылдап, ақыр соңында жаңа қақпағын аспанға атады. Ал мысалы жаңағы осы мәселе айтыста айтсаң, кәдімгі іштері босап қалғандай, сол мәселе шешілмесе де бір жайланып, көңіл жайланады. Сондықтан да осы жағынан алған кезінде мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Ал енді өзіміздің мына Торғайдың маңында, Қостанайдың төңірегінде болған айтыстарда айтқан мәселелердің шешімін тауып жатқан жағдайлар өте көп. Әсіресе мен баяғыда есіңде болса, осы Торғайдың қиын жағдайын айтып, тіпті мына 90-шы жылдардың ортасында 7-8 жылға жуық кейбір ауылдар жарық көрмей отырды. Бір көрінісін өзіңде көріп отырсың ғой, бүгін менің үйімнен ақ. Мен сол кезде ауылға барған кезінде теледидардың не екенін, жарықтың, электрдің не екенін білмейтін кішкентай балалар өсіп келе жатты. Мен осы жүрегіме қатты батты осы жағдай. Сосын жаңағы ауылда, сол ауылдан қалаға келіп, теледидардағы адамдарды көріп шошып кеткен кішкентай балалар болды. Не осы мәселені алып шығып, дәл енді менің айтқанымнан бола қоймаған шығар, бірақ кейіннен сол ауылдарға жарық тартылып, қазіргі таңда интернеттің өзі, интернет желісіне де қосылып жатқан жағдайлар бар. Мен сондықтан енді ондай ұсақ түйек деп айтуға болмасын, бірақ енді қолымыздан келгенше айтып жүрміз сол мәселелерді. Шешімін бірде таппаса, бірде тауып қалар деген оймен. Енді осы Торғайдың төңірегіндегі біраз мәселелерді көтерілдік. Оның шешімін тапқан баршылық, Құдайға шүкір. Енді сөзіңізбен Құдайға шүкір елге пайдаңыз тигізіп жүрсіз аға. Сәл бір жаңбырдың тамшысындай болса да, елге пайдам тигізем деп өзіңізге зиян тигізіп алған жерлеріңіз болған жоқ па? Ондай енді бір қатты осы шындық айтып, содан бір запа шектім, бір қиындық көрдім деп айта алмаймын. Енді өзіме бір керемет зиян тиген кездер ешқашан болған емес. Енді жеңіл-желпі болады ғой ондайлар, бірақ одан мен бір мойып кетіп жатқан еш нәрсем жоқ. Мына жерде сұрақтар болып жатыр аға. Енді сіздің ақындығыңызға қарай көшейік аға. Айтысты қай уақыттан бастадыңыз? Сосын енді сіздің қиын уақытта оның үстінде Торғай жерінен шығып, андай орталыққа барудың өзі бір мұң, бір орталыққа бір жерге жетудің өзі мұң болған уақытта сіз Айбек Қалиев болып танылдыңыз. Сізге қаншалықты жеңіл, қаншалықты ауыр болды осы?
Естіп тұрсыз ба аға? Айбек аға. Естіліп жатыр ма аға? Естілмей қалды, соңғы жағы үзіліп кетіп жатыр. Айтысқа қай уақыттан бастап дендеп араластыңыз? Енді торғай жерінен шығып, өте қиын уақытта, заманның құлдырап жатқан уақытта сіз шығып көріндіңіз. Мысалға кейбір балаларға болатын болса, бұл мүмкін емес жағдай сияқты болады да. Сіз қандай этаптардан, қандай қиыншылықтардан өттіңіз осы Айбек Қалиев болу үшін, айтысқа қатысу үшін? Енді мен мынау үлкен айтысқа дейін осы айтыстың барлық этаптарынан өттім деп айта аламын. Бірінші оқушылар айтысынан, одан кейін студент болдық, студенттер айтысынан, содан кейін барып Жүрсін ағамыздың көзіне түсіп, сосын Жүрсін ағамыздың республикалық деңгейдегі айтыстарына қатыса бастадық. Барлық этабынан өттік. Енді мектепте 10-шы сынып оқып жүргенде бастадым осы айтыс өнерін. Одан мынау студент кезімізде халық ақыны ұстазым Қонысбай ағамның көзіне түсіп, сол кісінің тәрбиесін, ақыл кеңестерін тыңдап, содан кейін үлкен айтысқа жол алдым. Құдайға шүкір, әлі күнге дейін есімде 1999 жылы Дәулеткерей Кәбұлы деген досымыз екеуміз, ол кезде қазіргідей ұялы телефон деген жоқ. Ол кезде Қазақ Телеком демейді, телеграф дейді. Сол жерге барып, телефон соғып, телефон будкасынан ең алғаш сөйлесіп танысқанымыз есімде. Сол 99 жылдан бастап үлкен айтыстардың ортасында келе жатырдым. Енді бірден жарқ етіп жұлдыз бола қойған жоқпыз. Талаптарға барып үйрендік, өнеге алдық. Жүлдесіз қайтып жүрдік. Сол мектептің барлығынан өттік. Мысалы, студент кезімізде солтүстік Қазақстанда Наурыз айтыс деген жыл сайынғы дәстүрлі айтыс болатын. Ол кезде Ақмоланың Астана болмай тұрған кезі, Ақмола кезі. Сол кезде Қалқаман Сарин деген досымыз екеуміз жыл сайын сол жаңағы Қызылжардағы Наурыз айтысқа қатысып, сол жерден біраз тәжірибе жинадық. Одан кейін 98 жылы Ақмолаға Астана көшіп келді. Қонысбай ағамыз сол жақта қызмет атқарып, ол да кәдімгі қалалық әкімшіліктің жоспарына енгізіп, дәстүрлі жыл сайын республикалық айтыс өткізіп тұратын болып, міне сол айтысқа қатысып, біраз тәжірибе жинақтап барып, қазіргі аренаға шықтық қой енді. Енді қазір біраз шәкірттеріңіз бар аға. Бұл шәкірттерді қалай қабылдадыңыз? Қанша шәкіртіңіз бар? Сізге мен шәкірт болайын деді, ұстаз болыңыз деді, онда сіз жақсы маған шәкірт бола салыңыз дедіңіз бе? Әлде бір қойылған талаптарыңыз бар ма? Олардың орындағандары бар ма? Қалай өзі шәкірт дегенді қалай қабылдайсыз? Менің мынау Астана қаласында Еуразия ұлттық университетінде доценттік қызмет атқарып жүрген кезімде елден шақырту болды. Осы Арқалық қаласында Абырай Алтынсарин атындағы педагогикалық институт бар. Соған қызметке шақырды. Енді ол қызметке қызықтым деп айта алмаймын, бірақ мені көптен ойландырып жүретін осы
біздің алдымызда көрермен жақсы білет, телевизиялық 80-ші жылдардағы телевизиялық айтыста Торғай өңірінен шыққан ақындардың айтыстың жұлдызына айналған кездері болды. Мысалы, халық ақыны Қонысбай Әбілов ағамыз бастап, айтыстағы алғаш Ақбозатты жеңіп алған Жадыра Құтжанова апамыз, кейінгі мынау алғашқы Ағарвананы жетелеген Әлфия Орманшина апайымыз. Әсия Бергенова. Енді мынау көршілес қазір бір облыстамыз ғой, халық ақыны Әлфия Беркеновалардың жұлдызы жарқырап жанып тұрған кезеңдер болған. Кейін мені солардың соңынан мана бір айтысты айтқаным бар еді, айтыстың Магиканның соңғы тұяғы секілді болып қалдым деп. Сол сияқты солардан кейін қалған жалғыз мен ғанамын ба деп, өзімнің артынан ерген ешкімнің жоқтығы жаныма қатты батты. Арқалыққа елге оралуымның себебінің бірінші осы артынан шәкірттерімді дайындап, осы Торғай ақындық мектебінің үзіліп қалмауын ары қарай жалғау үшін бір жағынан сол мақсатпен елге оралған. Осы елге оралғаннан кейін осы айтысқа деген талабы бар, жалпы өлеңге, поэзияға деген талабы бар. Балаларға өзімнің әлімше ақыл кеңесімді беріп, Құдайға шүкір, соның арқасында біраз шәкірттерім қазір республикалық деңгейге танылып қалды. Аллаға шүкір деп айтайық. Енді бұл жерде бір мәселе бар. Келгендегі мақсатым жаңағы осы елдің әдеби дәстүрін, айтыстағы дәстүрін жалғастыру болатын болса, бірақ менің шәкірттерім арасында тек Торғай өңірінен шыққандар ғана емес, осы біздің Арқалық пединститутында оқып, жан-жақтан Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп оқып жатқан, тіпті Қытайдан келіп оқып жатқан қандастарымыз да болды. Солардың арасында Азамат Мәлжанбай деген Қытайдан келген қандас бауырым, мынау қазір Көкшетауда Зерендіде жүрген Екпін Сәбетхан деген бауырымыз, қазір жақсы жазба өлеңдерімен танымал болып, Несіпбек ағамыздың қасында жүрген Мұқият Қойшыбайұлы деген ақын. Одан кейін қазір батыс өңіріне танылып қалған оралдық Бекболат Қаленов деген шәкіртім. Енді жыл сайын бірінші курсқа келіп түсіп жатады өнерпаз балалар. Енді шамамыз келгенше соларды әрі қаратай баяғы менің атым Қожада айтатын бір сөз бар еді ғой. Осы сұлтанның көзінде от бар еді, сол отты мен жаға алмадым деп айтатыны бар еді ғой. Оспан мұғалімнің. Сол айтпақшы, сол бірінші курсқа келген балдырған студенттердің көзінен бір ұшқын көрсем, соларды жаққым келіп тұрады. Қалай жағасыз? Жағу тәсілі қалай аға? Жағу тәсілі қазір біздің институтымызда Міржақып Дулатұлы деген әдеби мәдени бірлестік құрдым. Қазіргі таңда 100-ге тарта бала бар. Енді ешкімді оқытып, Алла бермесе ақын қылып шығара алмайсың ғой. Біздің тек қана бағыт сілтеу, ақыл кеңес беру. Енді оның бір адамды, кез келген адамды ақын қылып шығару методикасы болмайды ғой. Бірақ шамамыздың келгенше жаңағы оқитын әдебиеттеріне сілтеме жасау, бағыт айтыста өзімнің басымнан кешкен тәжірибемен бөлісу, енді ол тұстары болса соны түзету сияқты осындай жұмыстармен айналысамын. Ал енді өзіміздің осы Торғай өңірінен қазіргі таңда Тоба Өтепбаев деген, Батырлан Сағынтаев деген шәкірттерім шықты. Қазіргі таңда биыл Құдай қаласа бітіреді. Ернұр деген, Серік Болсын деген, Еркінғазы, Еламан деген балалардың да тағының биті бар. Құдай қаласа қазақ көрерменіне өздерін танытады деп сенім білдіремін. Ал енді мына жерде Ершат Қайбол дейін, Шалқарбай Ізбасар, Өміржан Көпбосын секілді әріптес інілеріңіз сізге сәттілік тілеп жатыр. Енді аға, сіз бір орында тұрып қалған адам бесіз?
ақындықпен, оқытушылықпен айналысып, осы елге келіп, ақындық орта, ақындық мектеп, жастарға пайдасын тигізу, осы дәстүрлер сабақтасы үзіліп қалмасын деп қызмет етіп жатсыз. Бір жағынан Арқалық қалалық мәслихатының депутатысыз, солай ғой? Сіздің айтыста қозғамаған тақырыбыңыз кемде кем. Соның ішінде депутаттарды да сыбадыңыз талай. Рас қой? Енді өзіңіз депутат болып барғаннан кейін, сол өзіңіздің айтқан нәрселеріңізді істеп жатсыз ба? Қол жетіп жатыр ма? Нендей өзгеріс алып келе жатсыз соны? Сұрақты түсіндім, Маратжан. Енді менің айтыста көтеріп жүрген мәселелерімнің барлығын Арқалық қалалық мәслихатында шешуге Арқалық қаласының мәслихатының деңгейі жетпейді. Өйткені себебі Арқалық қалалық мәслихатының депутаты қолынан бүкіл Қазақстанның мәселесін шешу келмейді, біріншіден. Ал енді өзінің деңгейіне орай осы Арқалық қаласының өзіме сенім білдірген сайлаушыларымның алдындағы уәделерімді біртіндеп орындап жатырмын. Енді халықтың талап тілегі әрине көп, оны барлық талапты орындай беруге Арқалық қаласының бюджетті көтере бермейді. Бірақ енді Арқалық қаласының төңірегінде өзінің жаңа сайлау учаскесіндегі біраз мәселелерді шешуге тырысып жатырмыз. Соның біразы ендігі көбінесе мынау жол мәселесі, ауыз су мәселесі сияқты мәселелер ғой. Енді соны жетер жеріне жеткізіп, Құдай қаласа, жаңа сайлау алды уәделерінің біразын орындап тастадым, Құдайға шүкір. Енді елдің азаматтарына да рахмет. Ана жерде өзіммен бірге депутат болып отырған барлығы қолдау білдіріп, сөзімді жерге тастамай, Құдайға шүкір, біраз мәселені шештік. Алда шешілмей жатқан қаншама мәселелер бар. Мен мынаны түсіндім. Сырттай осы депутат, қалалық мәслихатқа депутат болып келген мақсатымда бір шеті осысын. Құдайға шүкір, қазір жоқ аға, сіздің мына жеріңіз естілмей қалды. 2 жылдық жоспар. Мен мынаны түсіндім. Сырттай деген сөзден кейін үзіліс болып қалды, қайталап айтып бересіз бе? Нені түсіндіңіз? Мен түсінгенім, сырттай сынап жүре бермей, соның арасына кіріп жұмыс істеуге болады екен. Біраз мәселе болады екен. Біздің ақындар Құдай қаласа осындай орындарға барып, өйткені сөзі өтеді. Мысалы, аймақта жүрген біздің ақындар осылай мәслихатта отырса, мәселе болатын сияқты. Оны мен тәжірибемнен көрдім. Мысалы үшін айтайын, жаңа менің өзім учаскемде биыл Құдай қаласа аяқталады, 2 жылдық жоспар таза ауыз сумен қамтамасыз ететін. Жаңа Арқалық қаласындағы жер үйлерден тұратын массив бар. Дачный деген селолық округ қой. Міне соның жаңағы ауыз су мәселесін былтыр ақша бөлгізіп, 2 жылдан бері Алматының бір фирмасы ұтып алып жасап жатыр. Құдай қаласа сол биыл күзде жұмыс толықтай аяқталады, ауыз сумен толық қамтамасыз етіледі. Одан кейін жаңағы сол поселкінің 2 негізгі көшесінің жолы жасалатын болды. Бұл да осы қазіргі заманда Арқалықтың бюджетімен қарап отырсақ, үлкен жетістік деп ойлаймын. Осыған қолдау білдірген өзімнің әріптестеріме, елдің азаматтарына алғысым шексіз. Әйтеуір ақынның сөзін далада қалдырмайық деп, жаңағы мәслихаттың жиындарында айтқан әрбір пікірімді қолдап, осындай жағдайлар жасалынып жатыр. Жақсы, енді айттыңыз. Жаңа әріптестер осындай орындарға отырса сөзімді өтімді болады деп. Бұлай бір қараған кезде, көрмесең істің бәрі бос деп Абай айтқандай, оны көру үшін де әрекеттер отырғыза салмайды. Соған жетудің жолдарын айтасыз ба? Жігіттер ойланып отқан шығар, қалай депутат болсам екен?
Енді мен өзімнің тәжірибемді айтайын, Маратжан. Мен осы депутаттық деген нәрсеге қызыққан жоқпын. Елдің ақсақалдары қол қалап, сол кісілер ұсынды мені. Ел сөйлеп жүрген азаматсың ғой, сенің сол жерде отырғаның дұрыс болар еді деп, кәдімгідей осы елдің ақсақалдары, осы қаланың зейнеткерлікте жүрген кезінде ел басқарған азаматтар, соның барлығы осындай тілек жасағаннан кейін мен осы жолға келдім. Келгеніне өкінбеймін, Құдайға шүкір, біраз жұмыстар атқарылды. Кез келген адам депутат бола ала ма? Депутат болу үшін қандай талаптар қажет? Енді кез келген адам депутат бола алмайды, әрине. Оған мен жаңағы ақындардың сөздері өтімді болған үшін айтып жатырмын. Мысалы, ақындар жаңағы сахнада айтып жүрген мәселелерін осындай депутаттық мінберлерде айтса, көбірек жаңа соның орындалуына күш салса дегенім ғой. Ал енді Қазақстанның заңы бойынша кез келген адам өзін депутаттыққа ұсына алады. Заң бойынша. Егер осы елдің сөзін сөйлеймін, елге қызмет жасаймын деген азаматтар болатын болса, өзінің жаңағы заңда көрсетілген құқығын пайдаланып сайлауға түсуге болады. Рахмет. Енді осы Жүрсін Ермановтың айтысында жүргендерді Жүрсіннің жүйріктері деп атайды халық. Бірақ осы сөзге кейбіреулер қарсылық білдіріп жатады. Неге Жүрсіннің жүйрігі деп айтады? Бұл қазақтың ақыны емес пе, қазақтың жүйрігі емес пе деп. Сіз осыған не айтар едіңіз аға? Енді Жүрсін ағамыз осы айтыстың көшін бастап келе жатқан таранар ғой. Енді қазіргі заманда айтыс өткізу оңай көрінеді. Қазіргі мысалы небір меценаттар бар, ақшасын бөледі. Одан жаңағы әрбір облыс өткізсе, өздері ақшасын бөледі. Бір айтыс өткізе салу оңай сияқты көрінеді. Бірақ ол бертінгі заманда, ал енді 90-шы жылдардың қиындығында айтыс өткізуден қиын нәрсе болған жоқ. Соның ыстық суығына төзіп Жүрсін ағамыз анау айтыс үшін сайтанмен де тіл табысуға бармын деген өзінің өлеңінде айтады ғой. Кез келген байшыкештің аяғына барып айтыс үшін жығылып, содан қаржы сұрап жүріп, қаншама тәкаппар болған кеудесін иіп айтыс үшін қалтасы қалың азаматтарға сол айтысты өлтірмей, сол қиын заманнан алып өтті. Сол еңбек үшін болар. Қазір осы Жүрсін ағамыздың айтысында жүрген азаматтарды Жүрсіннің жүйріктері деп атаса, оның ешқандай әбестігі жоқ деп ойлаймын. Енді қазір халықтың аузында да қалыптасып кетті ғой Жүрсіннің жүйріктері деген сөз. Егер бұл жөнсіз ұғым болатын болса, халықтың аузында жүрмесек бұлай. Оған бір жақты қарауға болмайтын сияқты. Сол Жүрсін ағамыздың осы 80-ші жылдардан бастап өмірінің жарты ғұмырын осы айтысқа арнаған еңбегіне берілген баға деп есептеймін өз басым. Енді Жүкеңнің сізге жазған өлеңін былай бітіреді. Сен арқаңнан қағармын, мен өлгенше қағатын жан бар ма екен мен арқамнан деп. Жүрсін ағамыздың арқаңыздан қақпасаңыз да бір қолтығынан сүюге жарап жүрсіз бе аға? Бұл кісі де дәметеді жасы қартайған сайын, енді балалар мені қолдаса деп. Осы кезде осыдан біраз жыл бұрын осы Арқалық қаласында айтыс өнерінде жүрген шығармашылығымның 20 жылдығын атап өтіп Жүрсін ағамды шақырдым. Жаңағы өлеңде сол шығармашылық кешке арналған өлең болатын. Сонда келген кезінде Алла разы болсын, сонау Алматыдан хабарласады Арқалыққа ұшақ ұшама деп. Мен айтам, Арқалыққа ұшақ ұшпайды. Не Астанаға пойызбен келесіз, Жезқазған
Жезқазғанға келіп көлікпен келесіз. Мен пойызға отыра алмаймын ғой дейді. Сосын жол деді. Сосын айттым, мына Жарқайың деген жері бар, Державин деген. Сол жерге дейін жаман, одан арғай одан да жаман. Бірақ жезқазғандатып жолсызбен, жол таңдамайтын көлікпен келіп шығармашылық кешіме қатысып қайтты. Сол кезде Жүрсін ағам баяғы басымыздан өткен бір жағдайды айтып берді. Біз Астанада Жүрсін ағам екеуміз көріс тұрдық бір подъезде. Содан екеуміз бір жерде жұмыс істедік Еуразия университетінде. Мынау Астананың аяз күндері, боранды күндері таңертең тұрып, мен сол кезде айтыстан алған Жигули машинем болды. Сол бүрсеңдеп сол машинені қыздырып жатам. Жүрсін ағам шығады үйіне. Амандасып машинаға отыр деп айтпаймын ғой жаңағы. Жаңағы елпектеп машинаны жүріңіз аға, Жүрсін аға апарып тастайын деп айтуға болады ғой. Бірақ соған бір кәдімгі өзімнің ішімде ана кісіге бір жағымпазданған сияқты қасиет болып көріне ме деп. Сосын Жүрсін ағам бүрсеңдеп жаяу кетеді, мен өзім машинамен келетінмін. Сол оқиға Жүрсін ағам жаңағы шығармашылық кешімді айтып жатыр. Сонда мына бәле мені машинасына да отырғызбайтын, бойында жағымпаз кеті жоқ деп жаңа сөйлейтін. Бірақ енді жаңа әке көкелеп жағымпазданып бір ондай мінез көрсетпесек те, қашанда жүрегімізді жақсы көреміз Жүрсін ағамызды. Қандай қиындықта қолдауға дайынбыз. Өйткені бізді елге танытқан да осы қазір бір аздаған абырой беделіміз болса, соған жеткізуге күш салғанда осы Жүрсін ағамыз деп түсінемін. Көрермендердің сұрағын ескеріп кетейік, енді кейбіреулер қойып жатыр. Алтын домбыра әділ өтті ма, андай мындай ма деп, енді оны сізге білмеймін. Жаңа ішінде бір көңіліме қонған сұрағы, Әділ Сермұханов деген осы біздің інішегіміз, шәкіртіміз қойып жатыр. Жасыңыз бір қызға келді ғой, айтысқа дайындалу қиындық тудырмай ма дейді. Енді жасым қазір 42-де менің. Жұрт ойлайды, осы сахнада жүргенімізге де бір Құдай қаласа 30 жылға жуықтап қалды. Мектептен бастап есептесек. Бірақ қазір сахнада менен де үлкен ақындар жүр. Бірақ солардың бәрінен көп жүргеннен кейін ба, солардан үлкен болып көрінетін болуым керек. Әйтпесе менің Еркізат Дүйсенғазинен де, Бекарыс Шойбековтен де, Дәулеткерей Кәбілынан да, Балғынбек Имашев пен Айнұр Тұрсынбаевадан да жаспын мен. Енді айтысқа дайындалу қиындық тудырмай ма деген сұрақ. Енді ол жасқа қарамайтын нәрсе ғой. Бірақ енді әсіресе қазіргі таңда әрбір айтысқа жауапкершілікпен қарап, дайындалып, терең ізденіп шығу керек. Айтыста айтқан әрбір сөзіңе жауап беруің керек. Сондықтан да ізденесің. Бірақ енді ондай ізденістерге, ондай дайындықтарға біздің енді өте қартайып тұрған жоқпын деп ойлаймын. Қылшылдаған 40-тың ортасындамыз. Ешқандай қиын емес. Түсінікті. Аға, енді мына Мейрамбек Бесбаев былтыр КВН-ға қазылық етіп барды. Қазылық етіп барды. Содан кейін бір дау шықты, сұхбат берді, айтты, мен білмеймін, аналар не затына күлу керек екен. Мен күлетін нәрсе таппадым осы. Орынсыз ыржаң болды, қылжаң болды, абай айтқандағыдай. Сіз талай сол КВН-нің қазылығында отырдыңыз, сізге қалай әсер етті? Әсер етті. Сол алып қарасақ, сіз ақынсыз, Мейрамбек Бесбаев әнші. Енді мен осыдан 4-5 жыл бұрындар қазылық жасадым. Жайдарман ойындарында. Енді Мейрамбектің қай жайдарманға барғанын білмеймін. Қай жайдарманда қазылық жасағанын. Бірақ мынау Есенелеукеннің жоғарғы лигасында жақсы әзілдер айтылады.
әсіресе маған осы Ақтөбе қаласының экспресс деген командасы өте қатты ұнайтын. Солар чемпионы болды осы Жайдарманның. Әсіресе астарлы әзілдерді жақсы айтатын солар. Содан кейін ана біз көбінесе айтыскер ақындар айтып жатамыз ғой. Теледидардан бергенде қысқарып қалады, қиылып қалады. Айтысты сол жерге болып жатқан жеріне барып көру керек деп. Сол сияқты Жайдарманды да сол Жайдарманға барып көру керек. Ол жерде де жақсы әзілдер айтады. Бірақ өкінішке орай берілгенде сол жақсы әзілдер қиылып қалып, бір ыржаң-тыржаң болған бір әзілдер кетіп қалып жатады. Сондықтан да оны да бір жақты қарамау керек сияқты. Мына жерде сұрақ қойып жатыр, дұрыс аға, түсіндік. Аға, ой өрісті кеңейту үшін қандай кітаптар оқу керек? Кеңес бересіз. Сіз айтысқа дайындалғанда қандай кітаптар оқып ізденесіз дейді. Бір айтысқа жалпы қалай дайындаласыз аға? Дайындалу стиліңіз қалай? Енді айтысқа дайындалған кезінде осы бір ай бұрын хабарын естісек, соған дайындаламыз деп шынында керек. Марат, өзіңді айтыскер ақынсың ғой. Сол жүріп 2-3 күн қалғанда дайындаламыз ғой, шынында керек. Бәріміз. Тіпті айтыс ертең болады деген күні қонақ үйде түнде ұйықтамай жатып дайындаламыз. Ал бірақ негізгі сол айтыстың тақырыбына байланысты материалдарды ойыма тоғып, мысалы Абай атамыздың мерейтойына арналған айтыс болатын болса, сол Абай атамыздың шығармашылығын, сол Абай атамыздың шығармашылығы туралы, жалпы Абай атамыздың өмірі туралы, Абай атамыз өмір сүрген туралы, мысал үшін айтып жатырмын енді. Әрбір айтыстың тақырыбына байланысты әдебиеттерді жан-жақты саралап, талдап, соған анализ жасап, соны бүгінгі күнмен байланыстырып дайындаламыз. Бірақ ойымызда жүреді. Ал енді шынайы дайындық сол айтысқа 1 күн қалғанда, 2 күн қалғанда, сол айтыс болатын жерде қонақ үйде толғатып, содан кейін шығады ғой, шыны керек. Ал оған дейін сол материалдарды жинау, оқу, танысу және соны анализдеу кезеңдері ғой. Толық ақпараттану керек дейсіз ғой. Енді Нұрлан Мұсайбеніңіз жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, көргенімізге қуаныштымыз. Айбек ағама жалынды сәлем, Марат бауырым, онлайн сұхбатың тамаша, аман болыңыздар дейді. Рахмет Нұрлан аға, көп рахмет. Сізге сәлем айтып жатыр. Саламат болыңыз, саламат болыңыз. Нұрлан Мұсайып бауырыңыз. Енді аға, хабардың аты ой толғам ғой. Осы айтар ойы бар азаматтарды шақырамыз, естіп жатсыз ба? Иә. Айтар ойы бар азаматтарды қонақ қылып жүрміз. Енді солардың ішіндесіз ғой, сіз елге, халыққа өзіндік ойы бар. Сізді үнемі ойландыратын не нәрсе өзі? Ойландыратын ой көп қой, Маратжан. Ең алдымен мені қатты толғандырып жүрген мәселе қазіргі таңда қазақтың бірлігі. Бірлігімізге нұқсан келетін түрі бар сияқты, мынау әлеуметтік желі, интернет пайда болғаннан бері осы мәселе күн тәртібіне шыққан сияқты. Әсіресе жер-жерге бөліну, діни ағымға бөліну. Мысалы, әлеуметтік желілерді ашып қалсаң, бір-бірімен дауласып жатқан қазақ. Менің жаныма батады. Кез келген біреу әлеуметтік желіде, мысалы Facebook желісінде пост жарияласа, соның астында жаңа комментарийларын кейде оқып отырасың, бір-бірімен қырылысып келіспей жатқан қазақ. Осы бірлік мәселесін қатты толғандырады. Жаңағы рушылдық, жершілдік, енді тіпті одан қалды діни ағымға бөлініп кетсек, өзі бөлінгіш халықпыз ғой, мен кейде айтам. Қостанайға барсаң, Қостанай торғай болып бөлінесің, Арқалыққа келсең, Амангелді, Жангелді болып бөлінесің.
Торғайға барсаң Арғын Қыпшақ болып бөлінесің, өзіңнің туған ауылыңа барсаң ой көше болып бөлінесің, одан қалды өзіңнің класстастарыңа келсең А классы Б классы болып бөлінесің. Міне әйтеуір бірдеңені тауып аламыз да бөлінеміз де жатамыз. Міне осы мынау қаламдасу деген үлкен процесс, жойқын күшке жұтылып кетпес үшін осы бірлік мәселесін жолға қоюымыз керек сияқты. Жақсы, мына жерде бір сұрақ бар екен. Айтыс ақындар майданы, ал сол майданда жеңу мақсат па, әлде жақсы айтысу маңызды ма? Жеңілу шабытты бөгемей ме дейді. Жақсы сұрақ, түсінікті. Айтыста мен ешқашан жеңем деп шықпаймын. Өйткені себебім мен айтысты жаңағы айтыс деген нәрсе айтысып отырған екі ақынның ортақ туындысы деп есептеймін. Сондықтан мынау әсіресе айтыста қарсыласың мықты болса, айтысың жақсы шығады. Олар елдің аузында жүреді, елге ой салады. Сондықтан да ол бір айтысқа жеңем деп емес, бір жақсы айтыс жасап елдің көңілінен шықсам деген оймен шығамын. Өйткені жаңағы айтысып отырған қарсыласыңмен екеуіңнің ортақ шығармашылығынан туындаған ортақ туынды деп есептеймін айтысты. Енді мынау елде карантиндік жағдай қазір. Аты жаман естіп тұрсыз ба? Естілмей қалды. Қазір карантиндік жағдайда көп адам үйге қамалып қалды. Халық нені ұғып жатыр деп ойлайсыз? Сізге қалай әсер етті? Осы карантинде қандай ой келіп жатыр? Нені жеңіліп жатыр? Неден жеңіліп жатыр? Енді осы карантин кезінде біздің қазақ халқының жайбасарлығы көрініп қалды. Еш нәрсені елең етпейтіндігі, елең қылмайтындығы, өзіміздің мынау мінезіміздегі сондай бір еш нәрседен қорықпайтын, бір бәріне бір Алла сақтайды, Құдай сақтайды деген көзқараспен қарайтындығымыз байқалып қалды. Қазір мына байланысты біздің арқалықта көптеген адамдар жұмысты үйден отырып істейтін онлайн режимге көшті ғой. Соны бір демалысқа шыққандай, осы қолымыз босады ғой, көптен шақыра алмай жүрген қонақтарымызды шақырып алайық деп бір-бірін қонаққа шақырып жатқан жұрттар да бар. Бұндай жайбарақаттық болмайды қазіргі таңда. Мынау өйткені әлемді жайлаған індет біз сияқты кеше ғана тәуелсіздігін алған, экономикасы әлі қалыптасып үлгермеген жас мемлекет түгіл жаңағы Қытайды, Америка сияқты, Италия сияқты, Европаның көптеген алпауыт мемлекеттерінің өзін есеңгіретіп тастады. Сондықтан да бұған жайбарақат қарауға болмайды. Сол бір жайбарақат мінезімізден басқа кезде емес, дәл осы карантин кезінде арылып, үйде отыра тұрсақ, дұрыс болар еді деп ойлаймын. Дұрыс аға, уақытта біраз жерге барып қалды. Енді 55 минут сөйлескенбіз. Енді 10 минутта бұлай қосыламын, тіркелем деген уақыттан өткен шығар. Қазір 7-де басқа біздің қосылатын бағдарламаларымыз бар, олардың өз жүргізушілері бар. Солардың уақытына кіріп кетпейік. Енді сөз қорытындылауда, енді осы Ақтөбе жерінде болып жүрсіз, қазақтың сіз дәм татпаған жері кем деген шығар аға. Осы төсекте басымыз төскейде малымыз қосылған дегендей, Торғай мен Ырғыз өңірі шекараласқан, жүрде арғындар мен шөмекейлер араласып ұрласып, құда жекжат, нағашы бауыр солай болып кеткен ауылымыз ғой. Енді осы облысқа деген тілек ниетіңізді, осы жерде достарыңыз бар, бауырларыңыз бар, ниетіңізді арнасаңыз, сонымен хабарымыз тәмамдай қояйық аға. Енді Ақтөбе мен біздің жақта Ақтөбені Ақтөбе деп айтпайды, Шөмекей дейді. Біздің адамдары Торғайды Торғай демейді, Арғын дейді екен. Арғын жақтағы деген сияқты.
Енді Ырғыз бен Торғайдың аты тарихта қатар аталады. Енді кезіндегі тарихқа көз жүгіртсек, біздің Шақшақ Жәнібек бабамыз бен Әбілқайыр ханның арасындағы сыйластық қазіргі таңда сол екі елдің азаматтарының арасында әлі жалғасын тауып келе жатыр деп түсінемін. Ақтөбе жұртына тек қана жақсылық тілеймін. Сәулеті тұғырлы болсын, дәулеті жұғымды сіңімді болсын, әулеті үбірлі шүбірлі құрлы болсын. Мынау әлемді жаулаған індеттен аман есен бірлікте құтылып, жайма шуақ күндерде жолығуға жазсын Алла тағалам. Алла жар болсын барша. Сізге де рахмет аға, уақытыңызды бөліп бізге сұхбатымызға келісім беріп әңгімелескеніңізге көптен көп рахмет. Еламан жұртыныш болсын. Ертең 18:00-де жүздескенше аман сау болыңыздар, құрметті меймандар. Сіздер Ақтөбе мәдениет парақшасына тіркеліп қойыңыздар. Сол жерде Айбек ағамыз сияқты ойы бар азаматтармен жақсы сұхбаттар болады. Көріскенше қош сау болыңыздар.